Алиси болашақта Барселонаға ауысуы мүмкін екені туралы айтып, Реал Мадрид жайлы әзіл-шыны аралас батыл пікір білдірді. Ал Реал ойыншылары Мбаппе туралы күтпеген мәлімдеме жасады. Сәлем достар. Видеоны лайкпен қолдап, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көрулеріңізге сәттілік. Баварияның вингері Майкл Алиси болашақта Испания чемпионатына, нақтырақ айтқанда Реалға емес, Барселонаға ауысуы мүмкін екені туралы тараған қауесеттерге пікір білдірді. Бұл туралы Bayern Newsport хабарлады. Қазір біздің басты ойымыз маусымды Чемпиондар лигасындағы жеңіспен аяқтау. Германия чемпионатын біз әлдеқашан жеңіп алдық. Енді PSG-мен болатын шешуші шайқаста соңғы әрі ең маңызды қадам қалды. Олар бізді соңғы матчта таңғалдырған өте мықты команда. Бірақ біз қарымта ойынға дайынбыз. Бір гол айырмашылығы біз үшін ештеңені шешпейді. Есеп әлі де 0-0 деп есептеймін. Өз алаңымызда Париждегіден 2 есе мықты ойнап, жеңіске жетуге тырысамыз. Ал Ла Лигаға келсек, егер мен Барселонаға ауыссам, Реалдағылар жылап қалуы мүмкін шығар. Ондай жағдайға жеткізудің қажеті бар ма, білмеймін. Жарайды, әзілдедім. Мен Реал Мадридті де, Барселонаны да құрметтеймін. Болашақта осы чемпионатта ойнауды жоспарлап жүрмін. Әзірге Барселонаға ауысуға көбірек жақынмын. Бала кезімде олардың ойындарын жиі көретінмін, стилі қатты ұнайтын. Әсіресе Лионель Месси үлкен әсер етті. Сонымен қатар менің ойымша тарихтағы ең мықты дриблерлердің бірі Роналдиньо да сонда ойнады. Оның алаңда жасағандары нағыз өнер еді. Кім біледі, бәлкім бір күні мен де сондай дүниелер көрсететін шығармын. Бірақ дәл қазір мен Баварияның ойыншысымын. Әлі талай трофей ұтып алуымыз керек деді Алиси. Ал Мадридтік Реалдың ойыншылары кеше Эспаньолды 2-0 есебімен жеңгеннен кейін алдағы Эль Класико жайлы және Мбаппемен немесе онсыз ойнаудың айырмашылығы туралы пікір білдірді. Естеріңізге сала кетейік, бұл матчта 2 голды Винисиус Жуниор соқты. Біз Барселонаның өзін Ла Лиганың жеңімпазы ретінде сезіне бастағанын білеміз. Егер бүгін жеңілсек немесе ұпай жоғалтсақ, олар чемпион атанар еді. Бірақ біздің өз жоспарымыз бар. Жеңіске жеткенімізге қуаныштымыз. Енді олардың клубына қарсы матчқа дайындаламыз және қолдан келгеннің бәрін жасап жеңуге тырысамыз. Бізде әлі мүмкіндік бар, бірақ өте аз. Бұған өзіміз кінәліміз. Маусым сәтсіз өтті, бірақ футболда бәрі болады. Реал Мбаппесіз командалық тұрғыда жақсырақ ойнай ма? Иә, белгілі бір деңгейде солай дер едім. Бірақ мәселе оның әлі ең үздік бабына келмегенде. Жарақаттар болды, басқа да факторлар әсер етті. Біз Мбаппені жоғары бағалаймыз. Ол әлемдегі ең үздік ойыншылардың бірі. Бірақ кей сәттерде онсыз ойын жүйесі жақсырақ жұмыс істейді. Дегенмен біз онымен бірге одан да мықты әрі ұйымшыл команда болу үшін жұмыс істейміз. Көп адам оны көшбасшы ретінде көреді деді Беллингем, ал Винисиус Жуниор былай деді. Дубль жасап қарсыласымызды Ла Лига чемпиондығынан алыстатқанымызға қуаныштымын. Кешіріңіздер, Барселона жанкүйерлері, бірақ біз сіздерді ренжітетін сияқтымыз. Біздің басқа жоспарымыз бар. Бүгін олар біздің жеңілгенімізді немесе ұпай жоғалтқанымызды күтті. Бірақ енді олар біздің қарсыласуға дайын екенімізді түсінуі керек. Алдағы Эль Класикода жеңіске жетіп, чемпиондыққа жақындай түсу үшін бар күшімізді салып жаттығамыз. Чемпиондық жарыс әлі аяқталған жоқ. Егер жеңілсек, онда маусым толықтай бітеді. Ал Мбаппе жайлы айтсам, Беллингемнің сөзімен келісемін. Ол әлемдегі ең үздік футболшылардың бірі. Бірақ әзірге командалық ойында кейбір мәселелер бар. Мүмкін, қазір біз онсыз сәл жақсырақ ойнайтын шығармыз. Ондай пікір бар. Бірақ Мбаппе мен Реал толықтай бір тұтас командаға айналған кезде, яғни бір-бірін толық түсіне бастағанда, біз одан да мықты боламыз. Барлығымыз осы бағытта жұмыс істеп, жаңа маусымға дайындалуымыз керек деді Винисиус Жуниор. Міне, бүгінгі футбол жаңалықтары осындай, достар. Егер аз да болса қызық болған болса, лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Баршаңызға сәттілік, келесі кездескенше.